Бауырдың ауруларын көп адамдар алкогольді әдеттен тыс тұтынғаннан пайда болады деп ойлайды. Көбіне қорқынышты аурулардың бірі циррозы. Расымен де алкогольден пайда болуы мүмкін. Алайда бұл жалғыз себеп емес. Адам ағзасындағы маңызды орган бауырдың аурулары қалай пайда болады? Оның алғашқы симптомдары қандай? Ал оның себеп салдары ше? Бауырды қорғау үшін, дерттің алдын алу үшін не істеу керек? Және шлактар мен токсиндерден тазартатын қандай сусындар бар? Осы және өзге де бауырға қатысты сұрақтарды осы видеодан табасыздар. Сондықтан соңына дейін көріп алыңыздар. Бауырдың ағзадағы рөлі. Бауырсыз біздің денеміз де, ағзамыз да тірлік етуі мүмкін емес. Нақтырақ айтар болсақ, оның зат алмасудағы атқаратын функциясын бастасақ болады. Ол ақуыз майлар мен көмірсулардың қайта өңделуімен айналысады. Сонымен қатар, ағзаға түсетін токсиндік зиянды заттарды шамасы келгенше жояды. Бауырда түзілетін альбумин және гликоген деп аталатын ақуыздар бүкіл ағзадағы энергияға жауап бере отырып, екеуі де дененің жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бауырымыз әлсіз дене бастаған кезде атеросклероз және тромбоз секілді аурулар асқына бастайды. Бауырдан түзілетін ақуыздар тікелей ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Соның арқасында біз қоректенерде немесе қоректеніп болған соң тойымдылықты сеземіз. Немесе керісінше, егер бауыр дұрыс жұмыс жасамайтын болса, тойымсыз болып келеміз де нәтижесі артық салмаққа, артық майлануға әкеп соғады. Ағзамызда үздіксіз болып жатқан процестерді ескере отырып, оның маңызды тұстарындағы бауырдың рөлі зор болып келеді. Ол қан айналымына, зат алмасуға және ас қорытуға бірден үш жақты қатысатын орган. Әсіресе оған бір мезетте келіп түсетін ауыртпалықтың мөлшері жоғары болып келеді. Себебі біз түрлі витаминдер, түрлі препараттар мен дәрі-дәрмектер қабылдап жатамыз. Сондықтан оған ауыртпалықта көмектесу қажеттілігі туындайды. Ол үшін бауырды әртүрлі шлактар мен токсиндерден тазартып, қажетті витаминдерді табиғи жолмен қабылдау қажет. Яғни, табиғаттың өзі дайындап берген заттармен қоректену керек. Келесі біздің айтқалы отырған бауырды тазартуға арналған сусындарымыз көптеген жанның көңілінен шығып, жағдайын жақсартты. Сізге де көмегі болары сөзсіз. Сондықтан жақын жандарыңызбен бөлісіп, лайк басып, каналға тіркеліп өтіңіздер. Бауырды қалай тазартамыз? Ол үшін қажетті бірнеше шырындар мен сусындардың рецептін алдағы уақытта көретін боласыздар. Бірінші, сәбіз шырыны. Тамаша таңдау. Сәбізді шекірей жесеңіз де, шикі сәбізден шырын жасап ішсеңіз де, көмегі орасан зор болады. Егер сәбіз шырынына салмалдық шырынын араластырып ішсеңіз, бауырыңызды қайтадан жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіздің құрамындағы флавоноид, бета-каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырыңызға өте пайдалы болып келеді. Келесі шырын көктен дайындалған сусындар. Көктерге 40 қабат, салмалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақ желкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады. Бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтай отырады. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғыңыз келсе, алысқа көз тікпесеңіз болады. Ас үйіңіздегі көкшай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындай алады. Көкшай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ерітеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көкшай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан үзілді-кесілді бас тартқаныңыз жөн болады. Төртінші сынатын сусынымыз цитрусты жемістерден жасалған шырындар. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сыны жемістердің астын әзірден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйден арнайы аппараттың көмегімен ұнатқан жемісіңізден шырын дайындағаныңыз әлде қайда тиімдірек болады. Ең тиімдісі әрі пайдалысы лимон шырыны екенін ескеріңіз. Қызылша шырыны. Қызылша бауырдың айнымас досы десек артық айтпаған болар едік. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды, нәтижесінде бауырдың жұмысын жеңілдетіп, артық шлактан арылтады.
Егер қызылша шырынын сәбіз, лимон, зімбір, насыбайгүл, яғни базилик немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішер болсаңыз, емді 1 ай үзбей қабылдаған жақсы. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын, банан, авокадо, сұлы және гүлді қырыққабатты көбірек жеңіз. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер ақпарат, берілген рецептілер сізге пайдалы болып жатса, комментарий жазып, лайк басып және тіркеліп өтуіңізді сұраймын. Осы аптаның соңына дейін мен өзімнің каналыма 3000 оқырман жинауды мақсат қылып отырмын. Сіздің де көмегіңіз тиетініне сенімдімін. Алдын ала рахмет.